Сәлем достар, сіздердің менің каналыма жазылып, комментарийларыңызды қалдырып жатқандарыңызға рахмет. Видео салмағаныма көп уақыт болды. Бұл жолы мен сіздерді барлық Facebook пен Instagramда жүріп жатқан жарнаманы көретін сервиспен таныстырайын дегенмін. Бұл сервис орысша библиотека рекламы деп аталады. Компьютерларыңызда өз Facebooктарыңыз ашылып тұру керек. Google'дан библиотека рекламы деп ашасыздар. Сосын мына жерге өтесіздер. Міне осындай парақша ашылады. Бұл жерде сіздер толтыратын өздеріңіз мемлекеттеріңізді және екінші жарнама категориясын, барлық жарнама дегенді. Үшінші, сізге керек қызмет түрін немесе товар түрін немесе компанияның атауымен іздеуге де болады. Мысалы, мен жұмсақ ойыншықтар таңдай салайын. Бұл жерде әр жарнаманың қай кезден айналып жатқанын, қай платформада, мысалы міне Instagram тұр, қандай мәтін тұрғанын және қандай баннер бар екенін немесе видео тұрғанын көруге болады. Бұл бізге не үшін керек десеңіздер, сіз бұл жерде басқа сіздікіндей бизнесі бар адамдардың қандай жарнама жіберіп жатқанын көре аласыздар. Және олардың жарнамасы қанша уақыт жүріп жатқанын көруге болады. Егер жарнама бір айдан көп жүріп жатса, ол жарнама сатылымға келіп жатыр деген сөз. Мысалы, міне жерде қаңтардан жіберілген, кейбіреулері 2 ай жүріп жатыр. Егер жарнама тиімді болмаса, ешкім оны 1 ай, 2 ай қалдырмайды, ақшаны құртып. Мына жарнаманың ссылкасына өтті. Бұл жарнама WhatsApp-қа келеді. Өздеріңіздің жарнамаларыңызды да осылай тексеруге болады. Сізге басқа адам жасап берсе, сіз өзіңіздің жарнамаңызға кіріп, осылай тексеруге болады. Мына жерде фильтр дегенге кіріп, көбірек уақыт қойып көрсек болады. Мысалы, 1 қаңтар дейміз, сосын бұл жерден қандай жарнама көп уақыт айналғанын көреміз. Мысалы, мына баннер 8 қарашадан тұр. Бұл жарнама жақсы жұмыс жасап жатыр деген сөз. Үлкейтіп қарауға да болады. Түк қиыны жоқ баннер, бірақ жақсы жүріп жатыр деген, сатылымға келіп жатыр деген сөз. Осылай барлық бәсекелестеріңізді қарауға болады. Мысалы, компания атауымен қарасақ та болады. Мына жерде біз Flip.kz деп таңдайық. Бұл жерде Flip'тің барлық жарнамасы. Немесе міне Finflare деп таңдасақ болады. Бұл жерде Finflare'дің барлық жарнамалары көрсетіліп тұр. Осылай бәрін қарап, анализ жасауға болады. Егер түнде сіз кіріп қарасаңыз, көп жарнамалар болмауы мүмкін, өйткені өшіп тұрады. Бірақ мен сіздерге күні-түні айналу керек деп үйретемін. Сол үшін бізге солай тиімді. Міне бүгін сіздерге осындай пайдалы ақпарат сіздерге керек болады деген ойдамын. Рахметтеріңізді комментарий ретінде қалдыруды, достарыңызбен бөлісуді, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Алғысым шексіз, сау саламат болыңыздар.